Мен Жаңаберген Аян. Бесвиде туған өлке жобасы аясында тарихы тұнық Таразым тақырыбы бойынша 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласының тарихи және жаңа ескерткіштері жайында қазіргі таңдағы инновациялық скетчап программасымен саяхат бейнежазбамды ұсынамын. Саяхатымды 3D форматта жасалған өз ауылымның Алтынұя мектебінен бастадым. Я, Жаңаберген Аян, представляю вам свой видеоролик по истории исторического Тараза, снятый в рамках проекта «Без видео. Родной край». В этом проекте представлена подробная информация об исторических и новых памятниках Тараза с историей 2000 лет. Ролик снят по современной инновационной скетч-программе. Изучая эту программу, я начал свое путешествие формата 3D из школы в моем родном селе. I am Жаңаберген Аян. I will present to you my video about the history of Taraz, filmed as part of the project Best Video Native Land. This project contains detailed information about the historical and new monuments of Taraz. I made video with innovative SketchUp program. I started my journey was my favorite school in the 3D format. Мектептен кейінгі тарихи аймақ тектұрмас кесенесі 14-15 ғасырда бой көтерген. Сұлтан Махмұт жерленген кесене 1935 жылы толық қиратылып, 2002 жылы Тараз қаласының 2000 жылдығына орай қайта соғылған. Қазіргі таңда кесене маңында әулие-ата ескерткіші бой көтерген. Бүгінде бұл ескерткішті алыстан ақ көріп байқауға болады. После школы в исторической зоне мавзолей Тектұрмас, построенный в 14-15 веках. Мавзолей, в котором был похоронен Султан Махмуд, был полностью разрушен в 1935 году и восстановлен в 2002 году в честь 2000-летия Тараза. Сегодня возле мавзолея установлен памятник Аулие-ате, который можно увидеть издалека, не приближаясь к мавзолею. My historical area after school is Тектұрмас Mausoleum. Mausoleum was built was 15th century. Mausoleum where Sultan Mahmud was buried was completely destroyed in 1930s and in 2002 to the 2000th anniversary of the city, Taraz was rebuilt. Nowadays there is Aulие-ата monument near Тектұрмас. Today we can visit a mausoleum from far away without approaching. Келесі тарихи нысан Қарахан баба кесенесі 11 ғасырда бой көтерген. Қиратып сал, жайрат, өрте, қолдан келсе балбал тасты бауызда. Бірақ тарих кете бермек ауыздардан ауызға. Тірі жігіт өлі қызбен некелескен өлке бұл. Айша бибі Қарахан деп аталатын аңызда демекші. Қарахан баба сонау Қараханиттер әулетінің қолбасшысы әрі батыры ретінде танылған. Следующий исторический объект – мавзолей Қарахан бабы, построено в XI веке. Это место, где живой мужчина женится на мертвой девушке. Так повествует легенда о Айша бибі и Қарахане. Қарахан баба был известен как колбаша и герой древней династии Караханидов. The next object is Қарахан баба Mausoleum. The mausoleum was built in the 11th century. Қарахан баба was known as the commander and the hero of the Караханид династии. Келесі тарихи аймақ Айша бибі кесенесі 11 ғасырда тұрғызылған. Тарихта Айша анамыздың ғашығын көруге жол тартады. Содан жолға суға түсіп сәукелесіне кие бергенде жылан шағып өлтіреді. Осылайша өлім қос ғашықты Айша мен Қараханды екіге айырады. Кесене маңында Бабаджи Хатун кесенесі бар. Ол Айша анамыздың сенімді серігі әрі күтушісі болған. Следующая историческая зона мавзолей Айша бибі, построенная в XI веке. В истории сохранилось немало сведений о трагической любви Айши и Қарахан бабы, которым не суждено было быть вместе. Однажды Айша пошла навестить свою возлюбленную и по дороге была укушена змеей. Таким образом, смерть разлучает любящую пару. Рядом находится мавзолей Бабаджи Хатун, которая была надежной спутницей и няней Айши. The next historical area is Айша бибі. It was built in the 11th century. According to the history, Айша бибі went to her love. Towards the end of the journey, she stopped to bathe. When she was reaching for her clothes, she was bitten a snake. The bat was fatal and she died. Enzo Айша бибі. Келесі заманауи нысан қаланың кірер берісінде Меймұндалап көрініп тұратын Тараз қақпасы маңында қазақ тарихының алғашқы хандары Керей мен Жәнібектің ескерткіші қазақ хандығының 550 жылдығына орай салынған. Қазақ халқының негізін салушы Керей хан 1465-1474 жылдары қазақ халқын билесе, одан соң Жәнібек хан 1474-1480 жылдары билеген. Гордостью тарасцев является современный объект Таразские ворота на выезде в город Тараз, где установлен памятник первым ханам казахской истории Керею и Жәнібеку. Керей хан, основатель казахского народа, правил в 1465-1474 годах, а Жәнібек хан в 1474-1480 годах. The next object is Taraz Gate. It is at the entrance to the city.
To the 550th anniversary of Taraz city, near the gate was built the monuments of the first Kazakh Khan Kerey and Janibek. Kerey Khan ruled from 1465 to 1474 and Janibek Khan ruled from 1474 to 1480. Келесі заманауи нысан Арбат 1 деп аталатын аймақ. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығына орай қазақ халқына мыңалы стеласы бой көтерді. Биіктігі 30 метрден тұратын бұл стеланың шыңында бейбітшілік белгісі ретінде бүркіт бейнеленсе, татулықтың белгісі ретінде төрт жағында төрт шаңырақ бейнеленген. Следующий современный объект — это район Арбат-1. Рядом установлены стела тысячи с благодарность казахскому народу, посвященная 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. На вершине стелы высотой 30 метров изображены орел, как символ мира, и 4 шаңырақ с 4 сторон, как символ единства. The next modern object is Arbat-1. To the 25th anniversary of the Assembly of People of Kazakhstan was built. A thousand thanks to the Kazakh people's stele. At the top of the stele, 30 meters high, an eagle depicted as a symbol of peace and 4 шаңырақ and 4 saints depicted as a symbol of friendship. Бейне түсірілімді қорытындылай келе, барымызды бағалап, тарихымызды түгелдейік ағайын.